оқушылар. Сіздермен сабақты бастамас бұрын, жағымды психологиялық ахуал қалыптастыру үшін жүректен жүрекке әдісін пайдалансақ, иә? Бірінші топта, Зиядин, өз тобыңа не дейсіз? Мен сіздерге жұмысты жақсы өткіземін. Сәттілік дейсіз? Өте керемет, екінші топта? Мен өз тобыма жақсы баға тілеймін. Бүгін жақсы баға тілейсіз? Үшінші топ? Мен бүгін өзімнің тобыма жақсылық пен сәттілік тілеймін. Өте керемет. Балалар, сіздерге үй тапсырмасына күйеуіңіздің композициялық құрылымын талдауға берген болатынбыз, иә? Ендеше сіздердің сол күйеуіңіздің оқыдыңыздар ма, жоқ па, соның білім мақсатында енді осындай ойын түрінде ұйымдастырып келген болатын. Ендеше бастасақ. Бірінші топтан қалай басталатын еді бізде? Оқиғаның басталуы қалай болатын еді? Бірінші топ. Кім айтады? Тәсілім. Қалай басталады? Екі кишінің жолға шығуы және де кишілердің әңгімесі болды. Екі күйшінің жолға шығуы, иә, біріншісі. Жақсы. Екінші топ, оқиғаның дамуы. Бақат. Жалғыз нардың кезігуі ару ананың зары. Жалғыз нардың кезігуі ару ананың зары. Үшінші топ, оқиғаның шиеленісуі. Қалай еді? Енді? Жолаушылардың жалғыз қараша үйге келуі. Жолаушылардың жалғыз қараша үйге келуі деп ойлайсыз ба? Жақсы? Тағы? Бірінші топтан енді? Әйгерім? Төртінші топтан Шал мен есіместің бір-біріне қолға салуы. Шал мен есіместің бір-біріне қолға салуы. Тағы? Келесі? Айда ойыңыз? Жаңа күйдің пайда болуы. Жаңа күйдің пайда болуы ма? Жақсы? Және соңғы топ? Сіздер? Күйшінің жолын жас жігітке беруі. Күйшінің жолын жас жігітке бермеді. Жауабын көрсек? Сіздермен бірге. Өте жақсы, сіздер барлығын жақсы түсінген екенсіздер, иә? Барлық тапсырма толықтай жақсы орындалып шықты. Өте керемет. Сіздерге енді өткен сабақ пен жаңа сабаққа байланыстыру мақсатында осы нариверген күйін тыңдасақ, иә, бірге? Күйеуіңіз әңгімесіндегі рухани құндылық. Біздің бүгінгі күндегі мақсатымыз көркем шығармалардан алған үзінділерді өз көзқарасын дәлелдеу үшін орынды қолдану. Келесі бізде балалар циклдық конверт әдісі. Бұл жерде сіздерге күйеуіңізден сұрақтар келеді. Сұрақты алу арқылы сіздер сол сұраққа жауап берсеңіздер. Бірінші топтан. Жаңылға қандай мінезіне береміз? Жаңыл үйлеріне үйге бір балы және өз бағыға өжетке көрсеткен. Екінші топ. Оразжелікке қандай мінезіне берген болар еді? Ол ақылы және мейірімді адам болған, және де ол адамның қас-қабағына қараған. Қас-қабағына қарап келген, иә? Өте керемет. Тағы екінші топтан шығарыңдар. Шалға қандай мінездеме белгіледіңіздер? Шал малға қызықты, өз немересін малға сатқысы келді. Жақсы? Тұрыңыз.
сен әңгіме күйеміз деп аталған. Өйткені ол әңгімеде күй жайлы сөйлеп әңгімеледі. Күйдің құдіреті жайлы айтылған, иә, ол жерде? Осы? Ботасы өлген аралана естемес күйшіге қалай әсер етті? Естемеске ол қатты әсер етті. Ол ауыр күрсінді. Енді сіздермен біз қазір келесі тапсырманы көрсек, келесі тапсырма сәйкестігін анықта деп аталады, иә? Мына жерде Жаңыл, Оразымбек, Шал, естеместер типтердің аты берілген, иә? Екінші табанда не берілген? Олардың сөздері берілген, иә? Қайсына келеді, яғни сәйкестігін анықтайсыздар. Бұны дәптермен жұмыс, яғни қазір жазыңыздар. 5 минут уақыт берді сіздерге балалар. 5 минуттың ішінде тексеріп жазып, сәйкестігін анықтай алыңыздар. Тексереміз, дәптер жазамыз. Балалар болдыңыздар ма? Айтқаныңыздар ма? Ендеше біріншісі Жаңыл. Жаңыл өзіңіз кім тапты? Кім айта алады? Үшінші топ сіздердің. Жаңыл екі күйші өнерлерді бірдей салынды. Екі күйші өнерлерді бірдей салындар деп жатыр. Өте керемет. Оразымбек. Оразбек, сіздер қартты қайда есептейік? Әлете біреуді айттыруға болады ғой. 60-тағы Түлкібай да былтыр қыз алған жоқ па? Өте керемет. Шалдың сөзі кім айтады? Шалдың сөзі кім айтады? Апаймен айтса, егер Шалдың сөзі бармай осы мал жаттық иккиге ергетіні болады деушеді. Есеміз шырағым өнеріңді салып көрсе қайтеді. Өте керемет. Әже салды есеміз тұқты. Ақсақал сізге жоққа салып отырсыз. Менде жоққа салайын осы күнге дейін жаршым есебе жатыр еді. Өте керемет. Сіздер бағыттарыңыз, яғни толықтай танысып шыққан екенсіздер, иә? Жақсы. Бүгін біз сіздермен сабақты қорытындылау мақсатында кері байланыс, яғни бағдаршам тәсілі арқылы кері байланыс жасадық, иә? Бүгін сабақ сіздерге ұнады ма? Жалпы қай әдіс тәсіл сіздерге ұнады? Қай бөлім сіздерге қызықты болды деген мақсатта қазір мен сіздерге секелік тартып берейін. Сіздер соған өздеріңіздің ойларыңызды жазып кетсеңіздер. Кері байланыс қай тәсіл ұнады?